Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін бөлтірік атамыздың көрегендігі туралы шешендік әңгімені тыңдап, лүпіл басып қолдап отырыңыздар. Малы ұрланғандар әуелі бөлтірікке барады екен. Бөлтірік олардың сөзін, дәлелін тыңдап отырып, түйеңді пәленшенің ауылындағы түленше ұралыпты, жылқыңды ана ауылдың жылқышысы қосып айдап кетіпті деп айтса, олар сол айтқан ауылға барып жоғалған малын тауып ала беріпті. Содан бөлтірік көріпкел, әулие, тапқыш, ағата аталып кетеді. Адамдар оны сол үшін құрметтеп, сыйлап, жақсы көрсе, ұрылар осы бір көріпкел бәледен қалдық-ау деп іштей жек көріп жүреді. Жаздың бір күнінде Ақши ауылындағы Арсалаң дейтін ұры оған бар шынын ақтара айтыпты. Малды білдірмей ұрлауын ұрлаймын-ау, бірақ сенің сілтеуіңмен иесі іздеп кеп тауып ала береді. Бөрінің аузы жесе де қан, жемесе де қан. Мен ұрламасам да мал жоғалтқандар маған келе береді. Менде еш нәрсе қалмады ғой. Сонда бөлтірік: Арсалаң, сенде әлі де екі нәрсе қалыпты дейді. Арсалаң аң-таң болып: Ол не нәрсе? Менде ешкімнің малы қалған жоқ қой. Сенде ұры-қары деген екі атақ қалыпты. Енді содан құтыл депті. Бұған ашуланған Арсалаң қолын бір сілтепті де кете беріпті. Тағы бірде Арсалаң бөлтірікке жолығып: Міне серт, міне сөз деп оның алдына жүгіне кетіпті. Содан былай қарай бөлтірік жүрген жерінде Арсалаң ұрлығын қойды. Енді оны ұры деп айтпаңдар деп айта жүріпті. Арсалаң ұрлығын қойып, ел қатарлы адал еңбек ететін бопты. Бөлтірік ауылының бір танысы қартайғанша ұрлық қылуын қоймапты. Ұрлық болғанда біреудің ұсақ-түйек бұйымын қымқырып кете береді екен. Бір күні түнделетіп көрші ауылдағы тойдан қайтып келе жатса, алдынан әлгі шал ұшырай кетеді. Оны тани кеткен бөлтірік: Түнделетіп не қып жүрсің десе, анау: Жай әшейін бөлтекке деп қипақтайды. Арқалап алғаның не? Қауын қарбыз еді. Оны қайдан алдың? Мына ауылдың қауыны пісіп жатыр екен, содан ала салдым. Ұрлап алғаныңыз жарамайды ғой ақсақал. Қараңғы түнде кім көреді дейсіз? Әппақ сақал қараңғы түнде айдай көрінеді емес пе? Қап, мына сөзің өңменімнен өтті-ау, енді қойдым депті шамбайына батқан шал. Сол екен, әлгі ақсақал ұрлық қылуын пышақ кескендей қойып кетіпті деседі ел. Бөлтірік қартайған шағында леден өтіп екі ауылын аралап келе жатса, алдынан асық ойнап жатқан бір топ балаға кездеседі. Қара домалақ тәмпіш мұрын бір бала оның шылауына орала кетеді. Бұл Жапаның Жамбылы еді. Оның мұнысы осы кісілерді сылтау етіп үйден қуып жіберген әке ашуын баспақ еді. Біздің үйге түстеніп кетіңіздер, қазы-қарта көп деп оларды үйіне ертіп барады. Кісілер аттан түсіп жатады. Жамбыл бала олардың атын байлап жүгіріп жүреді. Бұл кәдімгі қазақ-қырғызға шешендік ақындық атағы жайылып кеткен. Менің атым бөлтірік. Шаршы топта сөйлейтін, сөз мәнісін келтіріп, айтыспағың болса егер, кетемін сөзбен өлтіріп дейтін бөлтірік ақын екен. Жабай баласына ала көзімен бір қарап алады да келген қонақтарды күтудің қамына кіріседі. Әне-міне дегенше ет тепсіп қонақтардың алдына тартылады. Надан бері шежіре, аңыз, өлең жырды үсті-үстіне төпеп отырған ашаң жүзді, селдір сақалды, өткір көзді сөзшең бөлтірік қазының майлы қабырғасын әлгі балаға ұсынады. Атың кім балам? Жамбыл. Атың Жамбыл болса, көңілің даңғыл болар, балам. Жабеке, балаңа өкпелеп жүрген көрінесің. Бір ашуыңды маған бер, бетінен қақпа, түбі осыдан бірдеме шығады деп ескертеді. Сол бөлтірік айтқандай Жамбыл кейін даңқты, дүлділ ақын болды. Тыңдағандарыңызға рахмет.